Сәлем достар, сіздермен EasyKZ. Бүгінгі тақырып халал акцияларға арналады. Егер сіздерге халал акцияларды көп акциялардың арасынан таңдап сатып алу қиындық тудырып жүрсе, немесе шариғат заңдарына сәйкес инвестициялау қызықтыратын болса, осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Осы сұрақтарға барынша қысқа әрі түсінікті жауап беруге тырысатын боламын. Сонымен қатар, видеоны соңына дейін көрсеңіздер, халал акциялар тізімімен де бөлісетін боламын. Тақырыпқа кіріспес бұрын, тақырып сіздерге қызық болса, бірден лайк басып, пікір қалдырып кетсеңіздер болады. Ал егер арнаның тіркелмеген көрермені болсаңыз, подписаться батырмасын басып, арнаның тұрақты көрерменіне айналыңыз. Бірінші, халал акциялардың не екендігін еске түсірейік. Халал акция дегеніміз ислам қаржы жүйесінің принциптеріне сәйкес келетін қаржылық құралдар. Олай болса, халал бағалы қағаздар қатарына шариғатпен тыйым салынған іспен айналысатын компаниялардың бағалы қағаздары жатпайтындығы түсінікті. Тыйым салынатын іс ретінде алкоголь өнімдерін өндіру, шошқа өнімдерін шығару, азарттық ойындарды ұйымдастыру, пайызбен табыс табу және тағы да басқаларын қарастырса болады. Осыларды ескере отырып, халал инвестициялау үшін қандай саланың бағалы қағаздарын сатып алуға болатындығын қарастырайық. Бірінші сала ол халал өнімдер мен халал қызметтер ұсынатын компанияларға инвестициялау. Оларға халал сусын, тағам, медициналық құралдар мен дәрілер, киімдер тігумен айналысатын компанияларды жатқызуға болады. Келесі халал инвестициялау саласына қаржылық емес қызмет көрсететін компанияларды қарастыруға болады. Денсаулық сақтау, таза энергия, білім беру саласы сияқты салаларға инвестициялауда халал болып есептелінеді. Технологиялық компаниялардың көпшілігінің қызметі шариғат заңдарына сәйкес келеді. Осылайша, программалық жабдықтамалар, программалар жасайтын технологиялық компанияларға инвестициялауда халал. Әрине, егер олар тыйым салынатын адам өміріне зияны бар іспен айналыспайтын болса. Сонымен қатар, инфраструктураны дамыту мен құрылыспен айналысатын компанияларда халал болып табылады. Халал инвестициялық мүмкіндік ретінде білім беру саласының қарастырсаңыз болады. Мысалы, халал білім беретін және қоғамның дамуына ықпал ететін білім беру мекемелеріне инвестиция салсаңыз болады. Бұл тек халал инвестициялауға болатын салалар ғана. Осы салалардың ішінен шариғатқа сай қызмет ететін менеджменті бар, активтері пайызбен табыс табатын салаларға салынбаған, қарыздары аз немесе жоқ компанияларды таңдап алып инвестициялаңыз. Мүмкіндік болса, ислам қаржы саласында қызмет етіп жүрген адамдардан кеңес алып барып инвестициялаған дұрыс. Қазіргі кезде қаржы сарапшылары Apple, Microsoft, Google, Tesla, Nvidia, Meta, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, ExxonMobil, Pfizer сияқты компаниялардың акцияларын халал акциялар ретінде қарастырады. Бұл акциялардың басым көпшілігі көгілдір фишкалар болып табылады. Сол себепті осы акцияларды халал инвестициялау мүмкіндігі ретінде қарастырсаңыз болады. Осы айтылған ақпарат сіздерге пайдалы болса, видеоға лайк басып, пікір қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Назар салып, видеоны соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет.